Запись қосып қоясың, мына көре алмай қалғандарға керек болады ертең. Ең бірінші біз акцияны дәл сіздерге сигнал қалай береміз? Сіздерге қалай сабақ үйреттік, тренд, уровень деген сол нәрсені өзіміз жасаймыз. Біз сверхъестественный бір басқа жақтан ілім алып жасап жатқан жоқпыз. Именно сіздерге үйреткен нәрсені жасаймыз. Яғни ол не? Глобальный картина, дневка таймфреймді ашамын. Глобальный тренд сызамын ең бірінші. Тренд, міне глобальный мен аптренд көріп тұрмын. Бұрынғы қай жыл мынау? 25-тің февралінен бері мынау тренд келіп жатыр, аптренд болып жалғасып келіп жатыр. Яғни осы жерден мен аптренд сызамын. Міне, аптренд сыздым. Сосын мына жерде бұл не істеген баға 46-ға барып құлаған. Осы жерден даунтренд сызамын. Көзіме көрініп тұрған нәрсені сызамын мен. Айдаладан алмаймын, сызамын деп, по желанию алмаймын. Именно көзіме көрініп тұрған нәрсені. Тренд, аптренд глобальный и даунтренд болған. Глобальный трендтің ішінде бізде бір сағаттықтан локальный тренд сызады. Мынаны бір сағаттықпен сызсаңыздар да болады. Но мен дневкада көріп тұрмын ба уже, көзіме көрініп тұрған нәрсені сызып отырмын. И мына жерде қазір апттрендтің ішінде бір сағаттыққа қойсам, мен локальный тренд болады. Қазір мен осы локальный тренд сызамын. Қойшы, жүрші. Локальный тренд сызамын. Міне бір сағатқа қойдым. Мына соңғы нүктеден бастаймын. Нүктеден бастаймын да былай қарап сызамын. Локальный тренд, бір сағаттықта сызып жатырмын. Міне соңғы нүктені аламын. Қазіргі бағаның кетіп жатқан жерінен касание қараймын ғой, просто тренд сызамын. Міне касание, міне касание, міне касание, міне касание. Все. Касация етіп тұр свечаларға. Қойдым. Енді мен уровень сызамын. Уровень сызуым үшін маған точка А керек. А точка деген қазіргі баға тұрған жер. Міне, баға 28.57-де тұр. Осы 28.57-ні сызамын. Қарасаңыздар, 27.50 осы уровень, мына уровень бағаны бұрын құлатқан. Міне. Қанша рет құлатқан осы. Дневкадағы свеча болғандықтан әр күні осы уровеньнен келіп құлаған ғой, короче, күнде осы уровеньнен келіп құлаған. И қазірде не істеп жатыр? Осы уровеньнен құлап жатыр. Значит, мынаған мынау жақсы ТВХ беру мүмкін қазір. Егер қайтадан келсе. Егер келмесе, онда мына уровеньні бұзып шыққаннан кейін жоғары кететін шығар деймін да. И мынау барып кеткен жер бар ғой, сол жерге дейін ғана қоямын мен уровеньді. Яғни ол неде болады бізде? Тейк болады. Енді қараңыздар, тейк дегеніміз бұл мен сатып алған бағадан жоғары қарай жүретін точкалар, нүктелер. Мен, яғни шығатын жер, мен сататын жер. Міне, тейк 32. Енді одан кейін тейк іздесем болады ма? Болады. Ол историядан мен қараймын. Историядан қараймын. Тағы да уровень. Міне, историядан былай қарасаңыздар, міне, ең биік тұрған точка, келесі биік тұрған точка, міне мынау. Мына жерден уровень сызамын. 37. Яғни менде келесі тейк 37. Жоғары жақтан 2 тейк сыздым. Енді астыңғы жақтан менде поддержка уровень сызуым керек. Бірақ қазір мен мына жердің поддержка уровень түсінбеймін, сол себептен мен 4 сағатқа өтемін. 4 сағатқа өтемін да. 4 сағаттан поддержка уровень сызамын. Ол уровень сызу үшін мен бұрын поддержка жасаған жерлерді қараймын. Яғни поддержка жасаған деген міне фитермен келіп қайтты. Одан кейін мына жерде несімен қайтқан? Свеча денесімен қайтқан, мына жерде фитермен қайтқан деген сияқты. Осындай жерлерді сызамын ғой примерно міне. Мына жерде поддержка болған. Болды, бір уровень сызайық просто. Енді осы компанияны мен сатып алуым үшін маған не керек? Маған точка входа керек. Точка входа анықтауым керек. Саудаға кіру нүктесін. Және take profit, саудадан шығу нүктесін, take profit.
және анализім дұрыс болмай, бұл даунтрендке түсіп кетсе, мысалы аптрендте жүрміз ғой, бірақ мынау бұзып кетті аптренд, төмен қарай құлап кетсе, мені минустан сақтап қалатын, көп минустан сақтап қалатын стоп лосс деген нәрсе бар. Стоп лосс. Осындай стоп лосстарды мен анықтап алуым керек. Тейк профитім, ТВХ-м және стоп лоссым. Енді жеке-жеке қазір көрсетемін. Именно қандай нәрсемен аламыз деген. ТВХ дегеніміз қазіргі тұрған бағаның жанындағы ең жақын мықты уровень. ТВХ дегеніміз қазіргі тұрған баға 28-де 88-де тұрма, осының жанында тұрған ең жақын мықты уровень. Яғни бізде құлап кетсе 26-дан беру мүмкін ТВХ. Егер құламаса, қазір осы уровеньнен істеу мүмкін, жоғары қарап кету мүмкін. Себебі мынау мықты уровень болып тұр ғой. Осы уровень ала алса ғана жоғары шығады. Егер ала алмаса, қазір құлайды деген сияқты. Сол себептен просто мен осы екі ТВХ деп естен белгілеп қоямын. Басқа цветін белгілеп қоямын. Екі уровень белгілеп алдым. Енді take profitқа менде 32 деген баға бар, және 37 деген баға бар. Мына жерде бағаны не сызған сияқты едім, уровень қайда еді? 37 деген бар. Яғни мен 32-ге дейін ұстасам болады, немесе 37-ге дейін ұстасам болады. Қазір айтып берем разницасы не екенін. Енді баға құлап кетсе мен минустан сақтану үшін мен безубыточный деген стоп қоям. Безубыточный. Ол қалай? Мысалы, мен сатып алатын болсам, ол 26-ға келсе, мен сатып алам, 26-ның ең түскен точкасы, міне, қарасаңыздар, мына жерде, міне, фитиль мына жерге дейін келген, 25-те 41-ге келген, 44-ге келген. Одан кейінгі фитиль мына жерге келген, міне, мынау, қандай баға? 24-те 86-ға келген. Еще мына жерде уровень бар. 24-те 33 деген. Яғни мен безубыточно қоюым үшін ол осындай мықты уровеньдердің астында болу керек. Либо мен 24-ке қоямын стоп-лоссты. Так, мына жерге стоп-лосс. 24 қызылмен белгілеп қояйын стоп-лоссты. 24-ке қоямын, немесе мына фитильдің астына қоямын. Мына фитильдің астына қоямын. Бірақ бұл астына қойғанда бұл алып кетуі мүмкін, сол себептен мен мынаны астына қояйын лучше. 24-те 70-ке қоямын. Яғни 2 стоп қойдым, мына уровеньді алып тастаймын. 2 стоп қойдым. Сонда менде ТВХ бар, тейк бар, стоп-лосстар бар. Енді именно маған бір тейк, бір стоп-лосс керек. Осыны енді таңдаймын. Оны таңдау үшін бізге АТР деген индикатор көмектеседі. АТР. Средний истинный диапазон неде? TradingView'да. Бұл индикаторды сіздер есептеп жүрмейсіздер. Особенно новичоктар, сіздер ана свечить санап отырмаңыздар линейкамен. АТР индикаторын қоссаңыздар, дневка таймфреймге қойсаңыздар, өздері көрсетіп береді. Міне, мынау акция бір күнде $2,5 жүреді. Міне, көрініп тұр, $2,5 жоғары жүреді, немесе $2,5 төмен жүреді. Сонда мен стоп-лоссты бір АТР қоюым үшін, бір жарым АТР, немесе 1-2 АТР қоюым үшін кірген бағадан минусовать етемін. Міне, 26-дан кірдім ба? 26-дан кірдім, минусовать етемін, сонда мен 24-ке қоямын ғой стоп-лоссты. Мынау менің стоп-лоссым болады. Енді take profit мен уже АТР-ге қарап тоже есептеймін. Міне, 2 күн ұстаймын, примерно 32-ге жетіп береді. Себебі 2 АТР, қазір баға 29-ға кетіп бара жатыр ма? Мен қазір 29-дан сатып алсам, примерно $2,5 жүрсе, бұл қазір примерно 30-31-ге барып тоқтайды. Сосын ертесіне 32-ге барса, мен 32-ден сата аламын. Значит, take profit мен мынаған қоям. Мен бір АТР take profit қоймайым ешқашан. Себебі бұл бүгін оған жетіп қою мүмкін да, менікі day trading болып кетеді, халал емес болып қалады. Вот поэтому АТР міндетті түрде есептейсіздер.
Одан кейін егер мен жоқ ұзақ мерзімді ұстағым келеді, мына компанияның фундаментальный анализі күшті екенін білем деген болсаңыздар, онда сіздер уже 37-ні де қоя берсеңіздер болады. Себебі мына компанияның жаңалығы жақсы болып тұрса, бұл андай дистрибуционный свечамен немесе гэп аптармен ұшып кетуі мүмкін да. Яғни уже сразу 32-ден ашылып, ертесіне неге істеуі мүмкін, жоғары жаққа қарай ұшып кетуі мүмкін. Ал ондайды біз қай жақтан білеміз, ұшатын ұшпайтынын? Бізге осы кезде RSI деген индикатор көмектеседі. RSI немесе QQE, осы RSI дегенді қосамыз. MACD тоже пайдалансаңыздар болады. MACD деген индикатор, қазір разницасын түсіндіремін. Мына ATR түсіп шығар, удалить етіп тастайсың. RSI-да енді қараңыздар, RSI-да мен дневкада қараймын не болып жатқанын. RSI қарасаңыздар қақ ортада тұр. Так, подождите, на MACD-ді өшіріп тастайын, қазір шатасыздар сіздер. RSI-ді қарасаңыздар қақ ортада тұр. Міне, 55 деген бағада тұр. Яғни бұл 70-те тұрған жоқ. Перекупленный деп айтатындай, перепроданный деп айтатындай 30-да тұрған жоқ. Біз дневка таймфреймге қарап, мына акцияның жоғары қарап өсуге күші бар ма, жоқ па, соны білеміз. Егер мынау қақ ортада тұрса, еще мынау стрелкамыз жоғары қарап бағытталып тұрса, еще бізді аптренд дейміз ғой. Екі жағдайда да, глобальный да, локальный да, яғни мынаның өсуге күші бар деп мен ұзақ мерзімде ұстай беремін, уже 37-ге дейін ұстай беремін. Енді бірақ мен егер локальный суингпен айналысатын болсам, мен онда 4 сағаттық пен 1 сағаттыққа міндетті түрде қараймын. И сатып алу үшін де 4 сағат пен 1 сағаттыққа қараймыз. Именно 1 сағаттыққа особенно қараймыз. Қараңыздар, 4 сағаттықта әлі жетпеген 70-ке. Қазір тұр. Так, қазір 66 дегенде тұр. Қараңыздар, бұрын историяда мынау 80-ге дейін барып келген. Яғни бұл 80-ге дейін бара береді әлі. Өсуге несі бар, күші бар. Яғни бүгін даже 30-31-ге дейін барып бере алады. Или ертең барып бере алады. Яғни 32-ден қайтады мынау, как раз не болады? Мына тейкті алып қайтады деген сөз ғой. Мынау әлі мына жаққа дейін өсуге күші бар. Мен осыдан қарап айтамын, күші бар ма, жоқ па деген сияқты. И мен ТВХ-ны анықтауым үшін именно 1 сағаттық RSI-ді қараймын. 1 сағаттық RSI мына жерде уже 70-тен асып жатыр, қанша? 72-де тұр ма? Бірақ 1 сағаттық RSI мен 92-ге дейін барған мына жақта историяда. Яғни жоғары қарап кете беруі мүмкін бүгін. Бүгін кете беруі мүмкін. Бірақ уже мынау қазір 30 деген бағаларға барған кезде мынау ұқсап жинақталып қалады, мынандай болып. Жинақталып қалады, чтобы мына индикаторды қайтадан былай түсіру үшін. Кішкене былай түсіреді да, содан кейін ертең қайтадан бүйтіп ұшып барады да 92-ге дейін апарып беруі мүмкін. Бұл примерно түсіндіріп жатырмын сіздерге. Енді қараңыздар, мынау уже бүгін не істеді? Мына акцияны кеше немесе алдыңғы күні алғанда, ол жинақтап тұрып, бүгін ұшырған кезде жақсы ұстайтын еді деген сияқты ғой. Бірақ бүгін де алған кезде, бүгін де алсаңыздар, ол ертең трейдке апарып беруі мүмкін. Но қараңыздар, бізде MACD деген индикатор бар. Сол MACD-мен тоже қарасаңыздар болады. RSI, MACD екеуін қосып пайдалансаңыздар болады. Ол үшін MACD-ді қараймыз, тоже дневкадан бастап қараймыз. Дневкада қарасаңыздар, мынау жасыл объем көрініп тұр ғой, мынау жасыл болып тұрған. Бұл сатып алушылардың күшінің көп екенін білдіреді. Яғни біз қай зонада жүрміз? Сатып алушылардың зонасында жүрміз. Міне. Мынау бұл глобальный картинаны көрсетіп тұр, бірақ мына жерде қарасаңыздар, бұл өскен, потом құлаған, өскен, құлаған, солай жаймен кетіп бара жатыр, бірақ аптрендте кетіп бара жатыр. Мынау полный аптрend екенін көрсетеді. Сол үшін MACD-де біз дневкадан қарап жұмыс жасамаймыз. MACD-де тек 4 сағаттықпен қарап жұмыс жасаймыз. 4 сағаттық. Сен жинап жатсың. MACD 4 сағаттық қарасаңыздар, міне. 4 сағаттық уже объемның көтеріліп жатқанын білдіреді. И 4 сағаттықтағы қиылысқан жер бізге сатып ал деген сигналды білдіреді. MACD-ді всегда сатып алу үшін 4 сағаттықта қарайсыздар, немесе 1 сағаттықта қарайсыздар. Мынау MACD-дің қиылысқан жері мына жерді білдіріп тұр. Мына жерді білдіріп тұр. Как раз ТВХ беріп кеткен жері. Тура идеальный ТВХ берген, содан бері не істеп жатыр? Баға көтеріліп жатыр.
энка 1 сағаттық магдиді көрсетемін. Бұлар бірақ көмекші құралдар. Егер сіздер пустой картинаға магди мен RSI'ды қойып қойсаңыздар түсінбейсіздер. Бірінші тренд уровень бәрін сызып аламыз, одан кейін ғана индикаторларды не істейміз, қосып көреміз. Бұлар көмекші құрал. Міне мына жерде қиылысқан индикатор, осы жерден кеше де сатып алуға болуға мүмкін еді дегенді көрсетіп тұр. Так, қазір уже көтеріліп кетті, иә. Қазір мен сіздерге мына жерден бір акция көрсетемін. Міне мынау сигналға берген акциямен 37-де 41. ТВХ деп берген мына бағаны. Қазір осы ТВХ-да не істеді? Көтеріліп жатыр. Как раз 1 сағаттық магдиіміз не істеп тұр? Объем енді шығып жатыр. Яғни көтеріліп жатыр. Мынау идеальный ТВХ. Мынау қазір сатып алсам мен 39 немесе мына жерде 39,78 дегенге спокойно тейк қоя аламын. Яғни ертең осы бағаға апарып береді да, мен уже ертең сатып жібере аламын. Немесе мына акция. Так, міне мына жерде тоже идеальный ТВХ беріп кеткен. 2 ТВХ берген. Яғни сіздерде де сигналдарда 2 ТВХ берсе, либо мынау деген. Неге біз олай 2 ТВХ береміз? Себебі қарасаңыздар, біз премаркеттің кезінде анализ жасаймыз ғой. Премаркеттің кезінде берген баға осы бағадан ұшып кетуі мүмкін. Ол ашыла салып рынок, немесе рынок ашылғанда волатильный кішкене құлап беріп, төмен жақтан беруі мүмкін да. Мына жерде 180 деп басқа 189-дан ба 8-ден ба берген ғой. Скоростный 180-де 96-дан берген, иә. Яғни неден берген? Премаркет лоудан берген ғой ТВХ-ны. Осындай 2 ТВХ кезінде просто қарап отырасыздар. Мынаға келді, жасыл свеча көтеріліп жатыр ма, жоқ әлде одан бұзып кетті ма деген сияқты. Оны біз уже 5 минуттық таймфрейммен қарасақ болады. 5 минуттық таймфреймге қойып, міне былай қарап отырсаңыздар, рынок ашыла салғанда құлаған мынау. Міне рынок ашылғандағы бірінші свеча құлады, келді, келесі свеча мынау не істеген, уже көтеріліп жатыр. Вот осы жерден кіре берсек болады деген сияқты сделкаға. Яғни ТВХ берді идеально. Так, мына жерде бір компания тоже 2 ТВХ берген. 205, 202 деген бағалады. Бүгін 205-тен көтеріліп кеткен, 202-ге түспеген. Яғни сол премаркеттің бағасынан жоғары қарай көтеріліп кеткен. Яғни мынау тоже идеальный ТВХ беріп тұр. Енді 1 сағаттық магдиді қарасаңыздар, мен тура қиылысты. Қазір жасылдардың объемы шығып жатыр. Ой, мен зарядкам бітіп жатыр. Так, сұрақ давайте. Қоя беріңіздер. Сонда магдида жаңағы екі не қиылысқан кезде в основном сол жерінде алу керек па? Қалай? Магдида жаңағы екі линия нетеді ғой, қиылысады ғой. Сол точкаларында в основном ТВХ-ға неме астан қиылысса сатып ал деген сигнал, жоғарыдан қиылысса сат деген сигнал. Екі, мынау жасыл мен оранжевыйдың қиылысқан жері сатып ал деген сигнал, астынан қиылысса. Өз қызыл объем көп болып тұрады да, сөйтіп астынан қиылысқан кезде сатып ал деген сигнал. Жоғары жақтан жасыл объем көп болып тұрып, өз бас қайтарылып келіп жатады, сол кезде уже сату керек деген сигнал. Но индикаторларды сіздер обязательно уровень тейктерді сызып болғаннан кейін қарайсыздар ғой. Себебі қараңыздар, мына жерден любой неге компанияға мен полный анализді өшіріп тастап, чисто индикаторды сызып қарасам, мен еш нәрсе түсінбеймін. Не болып жатыр мынау? RSI қайтадан қарап отырсам еш нәрсе түсінбеймін. Сол себептен мен бірінші уровень мен тренд сызып алам,
одан кейін ғана не істеймін, қараймын индикаторларды қосымша құрал ретінде. Ағаке ханым, сәлеметсіз бе? МС-тарды көріп жүресіз ба? Көтеріліп жатыршы, ТВХ-сын көріп жүріңізші, пожалуйста. мстар, иә, мына жерде уровень бар ғой, соған барып жатыр, 168,5 деген уровень. Оның несі бар, запас хода 170, 167, 170. Так, индикатор бойынша қара жүрек. Индикатор бойынша так 4 сағаттықта күші бар пока. Бірақ күші бар болғанменше мына акцияға сенуге болмайды, потому что бұл даунтрендте жүрген акция ғой. Тем более биткоиннің акциясы, так что жақсы плюс көріп жатсаңыз, лучше қанағат деп 168,5-тен жауып қалу керек. Бірақ 2 сағаттық свеча, 4 сағаттық екінші свеча бар ғой, сол 170-ке апарып беруі де мүмкін. Мына бағаға. Ол үшін сіз егер мына жаққа да бара ма, или мына жақтан құлап кете ма деп білмей жатсаңыз, сіз астына стоппен қуалап отырсаңыз болады. Стопты жылжытып отырасыз. 167-де қазір 22-ге түсіп келіп жатыр ма? 167-де 0-ге стоп қойып қойыңыз, или мына қазір барып жүрген бағасын 5 минуттық таймфреймде көрсетейін. 5 минуттық таймфреймге қарайсыз да, так, мына фительді қараймыз. 166-да 80-ге дейін барған екен. 166-да 79 сондай бағаларға стоп қойып қойсаңыз болады. Потому что осы жерден келіп қайтуы мүмкін баға. Тейкті 168-де 5-ге қойып қойсаңыз болады. Сөйтіп стопты жылжытып отырасыз. Немесе не қойып қойсаңыз болады. Стоп трейлинг қойып қойсаңыз автоматически өзі не істейді, қуалап отырады. Ағаке ханым, мына магдидағы свечалар объемды білдіре ма? Объем ғой. Ханым, Рахмет. Ағаке ханым, осы ема 50, ема 200-де тура осылай магди сияқты қиылысады. Оларда да толық қиылысқан жерден Ема только трендті қарайды. Лучше Сіз магди емамен сигнал ала алмайсыз, иә. Ол тек қана тренд. Аптренд па, даунтренд па, соны қарайды болды. Ерке ханым, эмбаны көріп беріңізші. НБ бағана айттым ғой. Не деп айттым, ұмытып қалдым уже. Так, НБ 6.31-ден қайтып бара қайтыпты, 6.31-ден, так. Бағана 6.16-да жүреді, иә. Бір тейкке жетті негізі бұл шы. Ағарке ханым, осы мынау кіретін ТВХ-ға мынау Фибоначчи деген көмектесе ма? Фибоначчи ол в основном алтынға или болмаса неге арналған ғой. Үлкен таймфреймдерде жұмыс істеуге, иә. НБ-ны үлкен бағада